Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге осы мезгілде пісетін ең тәтті жеміс құлпынай туралы әңгімелейтін боламыз. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Құлпынай жемісін көбіне махаббат, сұлулық, жастық жемісі деп атайды. Ал оның не үшін қалай аталатынын бәріміз біле бермейміз. Оның сырын білгіңіз келсе, менімен бірге болыңыздар. Өйткені біз бүгін бұл жемістің сіздерге адам денсаулығына қалай пайдасы туралы айтатын боламын. Құлпынай жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алады. Бүгінгі таңда бүкіл әлем бойынша жүрек қан тамырлары ауруларынан қайтыс болып жатқан адамдар саны күрт санап көбейіп келеді. Егер бұл жемісті өзіңіздің ас мәзіріңізге қосатын болсаңыз, аталмыш аурудың алдын алуға болады. Өйткені оның құрамында холестерин деңгейін төмендететін эллаговалық қышқыл бар. Сонымен қатар құлпынайдағы С дәрумені қан тамырларын қалыпты деңгейде ұстайды. Құлпынай жемісі беттегі пигментті дақтарды кетіреді. Егер теріңізді ағартып, секпілдер мен пигменттік дақтардан құтылғыңыз келсе, бетіңізге құлпынайда маска жасаңыз. Алайда әуелі білегіңізге немесе басқа жеріңізге жасап көріңіз. Егер бәрі жақсы болса, бетіңізге сала беріңіз. Мұндай масканы аптасына 1-2 рет жасап тұрсаңыз дұрыс болады. Маска жасаудың айтарлықтай қиыншылығы жоқ. Кәдімгі 3 тер құлпынайды езіп, бетіңізге жағасыз, яғни теріде 10 минут қалдырып, сосын сумен шайып тастайсыз. Құлпынайда С дәрумені болғандықтан ол бетті жақсы ағартып, теріні жақсы тазартады. Сонымен қатар құлпынай тісіңізді ағартады. Құлпынайдың құрамындағы С дәрумені тісті сарғаюдан құтқарады. Оны тұтыну арқылы сіз белгілі бір уақыттан кейін тісіңіздің ағарғанын көзіңіз жетеді. Көздің көруін жақсартады. Жыл өте келе көзіңіздің көруі нашарлай түсетіні анық. Ол кезде құлпынайдағы С дәрумені органикалық қышқылдар, флавоноидтер түрлі көз ауруларына қарсы көмектеседі. Құлпынайдың пайдалы мен зиянды жақтарын бөле отырыңыздай. Өте сирек жағдайларда пайдаланған кезде организмнің осы жидекке ерекше реакциясы болуы мүмкін. Диарея немесе қатерлі ісік пайда болуы ықтимал, немесе кейде жайлы оқсиды. Бірақ әдетте басқа жаттанушылары осы жидектің олардың ағзаларына кері әсері бар екенін хабардар болады. Тек осы жағдайларда ғана құлпынай қолдануға қарсы көрсетілімдер өте маңызды. Бұл жағдайда жидекті тұтынуға болмайды. Сондай-ақ құлпынайда нарықта немесе дүкендердің сөрелерінде басқа да жидектерден бұрын көрінетіндігімен ерекшеленеді. Оны түсіндіру оңай. Кішкентай шалшық боталар қардың астында қалып та жапырақтарын түсірмейді. Көктемде тұрақты жылу пайда болғаннан кейін бірден гүлдей бастайды, дереу жеміс береді. Ал жылыжайда одан да ертерек жемістенеді. Сондықтан көктемде жидектер ағзаға арналған пайдалы қасиеттерінің арқасында авитаминоздан құтқаратын бірден бір жеміс болып саналады. Сол себепті де құлпынайды ұзақ күтіп жақсы көреді. Яғни бұдан әртүрлі джемдер, компоттарды дайындайды, және бұл пайдалы бұрылыстар өз кезегінде қыста денсаулық пен ағзадағы күштерді сақтау үшін өте пайдалы болады. Құлпынай дәрумендерге өте бай. Құрамдағы С дәруменінің мөлшері цитрус өсімдіктеріне қарағанда анағұрлым көп. Құлпынай дәрумен жетіспеушілікке өте пайдалы. Ағзаны тазартып, зәрді және терді айдайды. Құрамындағы антиоксиданттар қартаю процесін тежейді, иммунитетті күшейтіп, қан аздыққа көмектеседі. Микробқа қарсы қасиеті жоғары болғандықтан асқазан ауруы бар адамдарға аса пайдалы. Темекі шегетіндерге қатерлі ісік пайда болуы ықтимал. Сондықтан құлпынайды көп жеу керек. Жөтел және өкпе аурулары кезінде құлпынайдың жапырақтарын қайнатып ішсе, тез арада жазылып кетуге болады. Құлпынайды десерт ретінде жейді. Құлпынайдың пайдасын арттыру, организмге серпімділік болу үшін қаймақпен немесе кілегеймен жеу керек. Құлпынайдан шырын, тосап, джем жасайды. Хош иіс үшін парфюмерияда қолданады. Сонымен қатар құлпынай қатерлі ісіктің алдын алады. Бүгінгі күні қатерлі ісік және оның алдын алу әдістерін зерттеу үшін жыл сайын жүздеген зерттеулер жүргізіледі. Олардың кейбіреулері белгілі бір тағамдарды үнемі тұтыну қатерлі ісік ауруының даму мүмкіндігін азайтуға көмектесетінін көрсетеді. Бұл тізімге құлпынайды тіркегені мәлім. С витаминінің, элла қышқылының, антиоцианинның және басқа да пайдалы заттардың жоғары концентрациясына байланысты бұл жидек қатерлі ісіктің кейбір түрлерінің дамуына жол бермейді. Құлпынайдың бұл қасиетін растайтын соңғы зерттеулердің ішінде Огайо университетінің онкологиялық зерттеулер орталығының жұмысы бар.
және де құлпынай қандағы қант деңгейін қалыпқа келтіреді. Құлпынай қант диабетімен ауыратындар жеуге болатын тәтті жидектердің бірі. Фитонутренттердің жоғары деңгейі арқасында қандағы қант деңгейінің күрт артуына ықпал етпейді, сонымен қатар қанттың сіңуін баяулатады. Осыған байланысты ол қант диабетінің даму қаупі жоғары адамдарға да ұсынылады. Бұл жидек диабетті алдын алудың тамаша құралы болып саналады. Сонымен қатар құлпынай аллергиясы бар адамдарға пайдалы. Бір қызығы, бұл жидек бір қарағанда әртүрлі аллергия түрлерінен зардап шегетін адамдарға ұсынылады. Құлпынай аллергиямен байланысты қабынуды және белгілі бір биохимиялық реакцияларды тежейді. Осымен бүгінгі айтарымыз тамам. Құлпынай жеп сұлулығыңызды сақтаңыз, денсаулығыңызды күтіңіз. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі жүздескенше.